Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте дәмді маринадталған тауықтың аяқтарын әзірлейтін боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Осы рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Бізге қажетті заттар: тауықтың аяқтары, менде 14 штук тауықтың аяқтары бар. Шашликке арналған приправа, болмаса тауықтың еттеріне арналған приправа да жарай береді. Майонез және тұз бен бұрыш. Ең алдымен тауықтың аяқтарын тазалап, жуып ыдысымызға саламыз. Оның үстіне шашликтің приправасын саламыз. Енді қара бұрышын саламыз. Мен бұл жерде барлығын дәміне қарай салып жатырмын. Сіздер де дәміне қарай салуға кеңес берем. Астына қанша мөлшерде салу керегін жазып кетемін. Тұз саламыз. Майонез саламыз да жақсылап араластырып 15 минутқа қоямыз. Сол кезде бұның ішінде барлық приправа, тұздар етке жақсы сіңіп тұрады. Мінекей, біз барлығын араластырып 30 минутқа қоямыз да, сосын фольга төселген ыдысымызға саламыз. Мінекей, фольганы төседік. Енді осыған тізбектеп салып шығамыз да 220 градуста 40-45 минут пісіреміз. Мінекей, бізде осындай өте дәмді, керемет болып шығатын тауықтың аяқтары дайын болды. Менің осы кеңесіммен, осы рецептімен жасауға кеңес беремін. Сау болыңыздар.